Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің шағын сұхбатымыз оралған қазақтардың арасындағы сопылық немесе ол жақтағы ауған Иран қазақтарының арасында сопылық болды ма? Және де ол сопылық қандай болды? Және Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімі ол жақта болды ма деген сұрақтарға шағын жауап берілуі мүмкін. Сондықтан да осындай сұрақтар сізді қызықтырса, видеоның соңына дейін көріп, қолдау білдіріп, жақсы не жаман пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ассаламу алейкум. Қалайсыз опағаныз? Сал сұрайым. Иә. Нені? Павлодарда ма сияқты деп естім. Иә. Аты жөніңіз толық айтып жіберсеңіз. Аты жөніңіз толық. Мен? Иә. Атың аты Абдулла. Әкеңіздің аты? Абдулла Абдулхалим. Абдулхалим, иә. Енді мына паспортқа Абдулхалим Абдурейім ғой аты. Иә. Мына паспортқа Абдулхалим деп жазыпты. Абдулхалим болып кетіп баратым. Осы біздің ар жақтағы қазақтар бар ғой. Сол жақта осы сопылық бар екен ғой жағы. Кезінде айтатын едіңіз ғой. Иә. Сол жағы зікір құлшылығы, сол жайлы бір-екі не айтып жүріңіз енді естелікке қалсын сіз сияқты үлкен кісілерден. Мен Қожа Ахмет Яссауи бір-екі алды хикматын оқып берейін. Иә. Құл қожама құл болған, күйіп жанып күл болған. Құл қожама таат қыл, өмірің білмес неше ел. Аслың білсең абегел, яна гілге барарсан. Аслың білсең абегел, яна гілге барарсан. Бейшак білсең бұл дүния, барша елден өтәрі. Işanmagın malına, bir gün қолдан кетәрі. Ата-ана қарындаш, қайда кетті пікір қыл. Төрт аяғлы чөбі ат, bir gün keler yanına. Dünya için gam yeme, haktan özgane deme. Kişi malını yeme, kişi malını yersen, surat yoldan kalırsan. Ali hayal karındaş, işkim olmaydı yoldaş. Dört ayaklı çöbü at, bir gün keler yanına. Kazı müftü bağanlar, haram şifa yeganlar, türlü kiyganlar, tallı yeganlar. Rozu maşar boğanda, yaşak yani buları. Bu dünyalar gamxana, gam yeganlar devana. Gamına bitken imarat, ahır bu günü veyrana. Herkesin de dardı olsa, didesinden nam kelur. Herkese hoşluk kısa, arkasından gam kelur. Meyvesi var darahne, hımşası hamış kelur. Rozu maşar bağanda, tarazı meydan kurganda. Tarazıga koyganda, kimde taşı kam kelur, kimde taşı kam kelur. Ana. Бұл Яссауи бабамыздың хикметі ғой, е? Яссауи бабамыздың хикметі ғой? Хикметі. Бұл хикметті сол жақта оқытты ма, қалай болды бұл? Мен сопыларда, осыны зікірғанда айтып тұрады, сонда жатты алған. Хикмет сияқты айтып тұрады, е, өздері зікірдің арасында? Оны хикметті айтады, соны тұрағына қиямыр. Zikir mak kıyam var yok. Mesela 100 adam var, 50 adam var. Boş adamın. Allah 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 Musa. Cariye zikir ya? Ha? Cariye zikir. Cariye zikir. Nakşibendi mübarek zikir. Koca Ahmet Yassauи vaktinde cariye zikir olsun. Bu Afganistan'da oldu o ya bu zikir. Afganistan'da. Karım mende bir kasta var. O kempirip kal. Осы мәлі молла түлу. Мен бір елі бабы сопы намаз жұмада күнді құптан намазы оқығасын кеп сөбасқа отырады. Құптаннан кейін ба? Құптаннан кейін? Құптаннан кейін намаз оқығасын. Соны зікір қылады. Неше талқын, 7 талқын, har талқынна жарым сағат отырады. Жарты сағат. Соны антал хақ айтады. Antalı hakkı, antalı hak, leysalı hatu illa hak dedi. Zikir hara. Ara zikir koy. Ara zikir. Aralab otkan kısa. Zikir peygamberimiz akıgan. Zikir peygamberimiz kapıdan kaçıp
дараққа банаға дарақ ішіне кіргенде төбеде аран сағанда сонда ара ғыр еткенде алла тағала айтқан ей маған сен менен пана сілемедің ағаштан пана сіледің бәрі неған сонда содан қалған қара зікір зікір жаңағы әр талқа болады дедіңіз ба бөлек жарты сағаттан жаңағы не болады міне бір түнде отырғанда алла сол бұны неше сағат айтатын едіңіз жоғарыға алла илалла осыға зікір қыла бере неше сағаттай отыратын еді бұл 4 saat 3,5 saat отыра соны бар тәресатта тайжы намазын оқып әрқайсысы сол жерде таң намазын оқып сол тарап кете береді таң намазға дейін тоқтаусыз сүннеттің уақыты болады сүннеттің уақыты болды тайжы намаздан тоқтайды нафилам тоқтайды соны ана сүннетті оқып таң намазын оқып соны дұс бақа діл баяр кете береді арқа жұмысына бұл біздің қазақтар салатын беді бұл жаңағы жігіттерді өзім қазақтар біздің барған қазақтар мұсылман қазақтарым бар өзбек те бар өзбектер де сол ясауи бабамыз мына біздің ұстазымыз өзбек қоңырат мына осы неден бұхарадан қашып барған бұхарадан кеткен бұхарадан қашып барған ұстазымыз бірақ түбі бұхарадан нақшбандиядан қалған Қожа Ахмет Яссауидің ұстаған жоллары зікір жари зікір ол әмше бар сонда ода құпия зікірі бар құпия зікірді құпия зікірі сол сопыла жаңада жиналып сонда жаңа Қожа Ахмет хикматтарын оқиды сопалдардың хикматын оқиды шамашраптың хикматын оқиды ана сол халқын зікір салып жатады бұл аптасына неше рет болатын еді аптасына бола ма қалай болатын еді бұл қай бір барабар келгенде өздері жиналып 5-6 болса бір жұмаға намазыманы оқиды біреге одан катып пірдің жайы мазар шеріпті оның ада 3-4 мың адам жиналады мына көктемде ауылдан наурыздың желісінде сосын жерде сөйге мал сояды 40 күн зікір салады 40 күн мал сояп елге ас береді сосын жерде ауылдан 4 біршіне жиналып келетін еді десе халқының уақытта бұл пірлері бар неғып жіберді сөйтіп ауылдан қарыз соғыштап осындай болып жатыр пірлерін қудалап жіберді сол пірлердің сол жолдағыларды неғып жіберді балам осындай руыңыз қандай руыңыз руыңызды айтып жіберіңіз енді руыңызды айтып жіберіңіз руыңыз кіші жүз кіші жүз бола ма сосын ішекті болады әлім ішекті әлімнің ішінде ішекті аралдан сопыла көп міне еді күшатада сопылық бар бұлар білмеймін бұлар зікір салмайды мына кеше орыстан қойып құпия болып қалған орыс келгесін сол құпия болып қалды осы тарих қой енді соны бір естіп едім ғой кезінде сізден сосын бір естелік болып қалсын деп неғып жатқаным ғой енді жасыңыз нешеге келді жасым 86-да 86 алла ұзақ ғұмыр берсін қайырлы қылсын алла амандық берген сопыларыма да сәлем айтасың бәріне салам құдай салам соларға сопылық жол насып қылсын алланың рахматы пайғамбардың шапағаты насып қылсын соларға розы машалла жаңағы Сүлеймен Бақырғанидың кітабын Қостанайдан тапқан екен дейсіз кім деген кісі дедіңіз Молла Файзулла ақын Молла Файзулла ақын дүниядан кетті балдары бар енді балдары көшіп кеткен Ақтауда осы жақтан тапты ол кітапты осы неден Қостанайдан Қостанайға ауғанстаннан келіп Қостанайға түсірген ғой әйелі керей болады ортасы сол сөйден бір кемпірдің үйінде бар екен Молла Файзулла сөйден алып оқып көзіне сүріп тауып қылып Молла Файзулла сопылық жолға жүрген адам еді сол не жаңа Сүлеймен Бақырғани деген кісі бақырып жылап солай Сүлеймен Бақырғани аталып кеткен ясауи бабамыздың шәкірті ғой шәкірті болмаса аты Сүлеймен ғой соны Сүлеймен Бақырған деп ана кітабына лақап болып қалған міне сопа біледі екенде